Сәлем достар, сіздермен болған Себекоштока арнасы. Достар, бұл бізде новый серия, тақырыбы дәрігер қыз деп аталады, бірінші бөлім. Яғни достар, бұл сериал сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса, менің еңбегімді бағалап лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Бұл сериалды маған бір қыз айтқан болатын. Ол, яғни комментарияға доктор бол деп жазып жіберіпті. Сосын ол доктор деген сериалды түсірші деп айтып жатқан шығар деп, мінекей мен осы сериалды түсіріп жатырмын. Ал ендеше біз бастаймыз. Кетті. Заттарымды орнына қойып болдым. Тамағымды да ішіп алдым. Енді осы қалаға мен дәрігер болу үшін келдім ғой. Сондықтан мен қандай больницаларға адам жетіспей жатқанын көрейін. Егер маған ұнаса, сол больницаға жұмысқа шығатын боламын. Қарным ашып кетті ғой. Бір тамақ істеп алайыншы. Сосын кейін жұмыс іздей берермін. Енді осы тамақты жеп алайын. Кофемді дайындап алдым. Енді тамағымды жеп алайын. Жұмысымды да іздей берейін. Ал қай жұмыс тауып алдым. Енді қазір осы нөмерге хабарласайын. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен деген жұмыс барысымен звондап тұр едім. Иә, есіміңіз кім? Менің есімім Айару. Жасыңыз нешеде? 16-да. Біздің адресті қазір осы нөмерге жіберемін. Онда ертеңнен бастап азанға 9-дан келе беріңіз. Жақсы. Айтпақшы, кім болып жұмысқа тұрайын деп едіңіз? Медбике болып. Киімді сол жақтан өздері беретін шығар, иә? Мен саған кеш батып кетіпті ғой. Онда мен светтердің барлығын өшіріп ұйықтайын. Таң атқан соң. Таң атып кеткенде уже. Сағат қанша болып қалды? Сағат 6 болып қалыпты ғой. Жақсы, ендеше тезірек жуынып, шайынып, кеше адрес жіберем деп еді ғой. Қазір сол адресті көрейінші. Иә, мінекей мен ойыме жып жақын екен ғой. Жақсы, ендеше киімімді ауыстырып алып, жуынып, шайынып, тамағымды ішіп, барайын сол жаққа 9-дарға таяу. Бүгін керемет болды, ұйқым қанып тұрды ғой. Енді таңғы асымды ішіп алу ғана қалды. Мына жақта таңғы асқа не бар екен өзі? Жұмыртқа бар екен ғой. Осыны қуырып жей салайын. Енді тек қана кофемді дайындап алу керек. Дайындап алдым, енді таңғы асымды іше берейін. Тамағымды ішіп болдым, енді тезірек жұмысқа барайын. Сағат 8 болып қалыпты ғой. Мінекей мен осы аурухана деп ойлаймын енді. Неден келдім ғой? Адреспен келдім ғой. Ендеше мен кіріп көрейін. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз кешегі маған звондаған Айарусыз ғой? Иә. Яғни менің жұмыс барысымен келіп едім. Мені қай жерде отырамын, соны көрсетіп бересіз бе? Сіз бірінші отырмай тұрып, киіміңізді киіп алыңыз. Жүріңіз, мен сізге киімнің қайда тұратынын көрсетемін. Жақсы. Мінекей бізде осы жерде киімдер тұрады. Қазір көрсетемін. Мінекей осы жерге киіміңді шешіп кетсең болады. Яғни саған арналған киім. Себебі бұл жерде бізде барлық адамдардың өздерінің киімдері бар. Жақсы. Телефонымды осында қойып кетейінші? Иә, болады. Қазір енді мен сенің жұмыс істейтін жеріңді көрсетемін. Мінекей сен осы жерде жұмыс істейтін боласың.
яғни саған келіп түрлі аурулар келіп саған келіп ем сұрайтын болады. Ал сен оқығансың ғой, иә? Иә, әрине, диплом бар. Жақсы, ендеше осы жерде қандай дәрі беру керек екенін білетін шығарсың. Сол дәрілерді жазып бересің. Жақсы. Онда жұмысыңа кірісе бер. Жақсы, рахмет сізге.